Балықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Зере Тока. Бүгінгі біздің тақырыбымыз бай отбасы болмақ, яғни бұл екінші бөлім. Бай отбасының екінші бөліммен көбірек тауысып берілгендіктен біз бай отбасы шығардық. Достар, егер сіздер қандай да бір тақырыпта видео қаласаңыздар, осы видеоның комментарияның астына немесе сообществода белгілесеңіздер болады. Ал ендеше біз видеоны бастайтын боламыз. Анашым, мінекей, мен мектепке толықтаймын, қазір кетемін. Кеше үй жұмысын және осы киімді дайындап қойғанмын. Айтып қояйын, бұл жылы кием. Айтпақшы анашым, мені таксист алып кете ме? Ол қашан келеді? Соны айтасыз ба? Жарайсың қызым, осайынан жылы киініп жүрсем болады ғой. Адамды айтқыза бермей. Ал такси болса, қазір бір 5 минуттан кейін келеді. Оған дейін есік алдында күте тұр. Қазір бір 5 минут болмай ол да келіп қалады. Сен де дайын отыр, жарайды ма? Қанеке шай берсем болады. Жарайды, олай болса мен кеттім мектепке. Мен шыққан кезде такси тұр екен. Мен таксиге отырып алдым. Айтпақшыдай, мен мектептен алыс тұрамын. Яғни мен таксимен бір 40 минуттай жүремін. Солай біз қалалардың ішін аралап жүрдік. Сосын таксист тоқтады. Мінекей, айтқан жерлеріне әкеп тастадым. Сен ұйықтап қалдың ба? Қыз, сен тұрасың ба? Әйтпесе менің клиенттерім көп еді. Менің уақытым жоқ. Ұйықтап қаппын ғой. Жарайды, не? Енді мектепке кете берсем болады. Бүгін мектепке уақытында келіппін. Бұл менің құрбым Мадина. Екеуміз өте жақсы араласамыз. Сіздер бай отбасының бірінші бөлімінде көрген боласыздар. Сәлем Мадина, көңіл-күйің қалай? Бүгін сен сабаққа толық дайындалып келдің бе? Мен сабаққа толық дайындалып келдім. Үй жұмысын барлығын тым қалдырмай орындадым. Енді өзіміздің сыныбымызға барайық. Солай Мадина екеуміз өзіміздің сыныбымызға қарай кеттік. Бұл отырған бала, ол мен сыныптасым. Оның аты Нұрсұлтан. Ал бұл екі қыз мен классымда оқиды. Кейін біз өзіміздің сыныбымызға кірдік. Алғашқы сабақ физика болды. Жалпы сыныбымызда екі ғана үздікпіз. Біреуі мен, екіншісі Нұрсұлтан. Мен физика пәнін өте қатты жақсы көремін. Себебі физика пәні мен үшін оңай сияқты көрінеді. Ал бұл біздің жалпы сыныбымыз. Ана жерде екі қыз ұйықтап жатыр. Содан кейін Мадина екеуміз қоңырауға шықтық. Біз асханаға барамыз деп шештік. Асхана бізге сәл-пәл ұзақтау. Асханаға кірдік. Кіргеннен кейін екеуміз не алатынымызды шештік. Мен подносты алдым. Содан кейін бұл жерде азық түлігі бар автомат тұрады. Сол автоматты басып, өзімізге жеміс-жидек, сусындар аламыз. Осы тамағымды құлатып алайын дедім ғой. София, айтпайсың ба? Мен көрген жоқпын ғой сен істеп жүргеніңді. Мынаны қарашы, мына құлпынай қандай тәтті. Дәмі күшті екен. Ал мен осыны алдым. Мен осы чипсыйдың осы дәмін қатты ұнатамын.
Ананы қара. Түй, ананы қарашы. Ана жерде сол отыр ғой. Оған ең сымбатты ол деген жүлдені берсең де жарасады ғой. Сен күлкімді келтірмеш. Солай Мадина екеуміз түскі асымызды ішіп болдық. Содан кейін Жансарға қарадым. Ол да түскі асын ішіп жатыр екен. Қасында досы бар. Досының аты Нұржан. Той, көп жеп қойдым, жарылайын деп отырмын. Асханада Мадина екеуміз шығып, енді сынымызға бара жатыр едік. Сол кезде мен оның басқа қыздармен бірге сөйлесіп жатқанын көріп қалдым. Ол басқа қыздармен бірге сөйлесіп жатыр, яғни менің сынымдағы. Анан қара, Мадина, ол шынымен мені жақсы көрмейді екен ғой. Мен қандай бақытсызбын. Ол тіпті маған қарамайды да ғой. Енді қарамаса қойсын, не істейсің сен оны? Болды, жылама. София, болды, жылама. Шынымен ғой, Мадина, мынаны қарашы, мен әдемі емеспін. Мүмкін мен шынымен әдемі емес шығармын. Құрсыншы, мен ең әдемімін. Кеттік сыныпқа, Мадина. Бізде химия сабағы басталған болатын. Бұл ағай өте жай сөйлегендіктен көп оқушы ұйықтап немесе басқа тірлікпен айналысып кететін. Ал мен химия оқулығын оқып, химияны түсініп алатынмын. Бір апта өткен соң. Алақа, енді біздің мектептегі ең күшті командалар бүгін футбол ойнайды. Алақа, қандай күшті. Мадина, айтшы сен, кімдерді қолдайсың? Мен әрине өз сыныбымды қолдаймын. Ал сен ше? Ал мен түсінесің ғой енді кімдерді қолдайтынымды. Әне басталды, қара. Бұл Дамир, ол Қырандар тобының қақпашысы. Ол бірнеше рет үздік қақпашы атты номинацияға ие болған. Бұл біздің сыныпта оқымайды әрине. Бір сынып жоғары оқиды. Ал бұл қақпашыны бағана ғана көрген боласыздар. Бұл менің сыныптасым, аты Нұрсұлтан. Бұл Алғырлар тобынан қақпашысы. Біз әлі білмейміз, бұның қақпашы ретінде ойнай ала ма, ойнай алмай ма. Көре жатармыз. Бұл төреші және екі командир. Оның біреуі Қырандар тобының командирі, яғни ол Жансыр. Ал екіншісі ол біздің сыныптағы бала, яғни Бекарыс, ол біздің Алғырлар тобты командирі. София, не істеп тұрсың сен? Сен Қырандарды қолдап жатсың ба? Не сонда өзге команданы қолдайсың ба? Өзіміздің қолдамайсың ба? Ал біз болсақ, тек қана Қырандарды ғана қолдаймыз, себебі Қырандар мықты. Қолдайтын болсаң, біздің команданы ғана қолдайсың, яғни Алғырларды ғана қолдайсың. Ал егер қолдамайтын болсаң, ол болса ойыннан шығып кет. Сен көрмейсің ойынды. Қанеке, кет, ананы бер бізге. Бермейтін болсаң, біз саған көрсететін боламыз. Әкел бер ананы. Солай София жылап шығып кеткен болатын. Есеп 1-0. София, не үшін сен жылап тұрсың? Саған кім тиісті, айтшы маған. Не болып қалды, не үшін сен жылап жатсың? Мен қазір ғана бір 5 минутқа ғана шығып кетіп едім ғой. Білесің ғой, Мадина, әлгі екі қыз бар ғой.
Мен крандарды қолдап отыр едім, олар мені шығарып жіберді. Ойынды көрмейсің дейді. Анау екеуі ма? Билеп тұрған? Бер келіңдер бері. Не үшін сендер менің құрбыма тиісесіңдер? Мен енді ғана 5 минутқа ғана шығып кетіп едім, ал сендер бірден София атыласыңдар. Не, сендер ғана крандарды қолдауларың керек пе? София да қолдағысы келеді. Ол қолдайды. Ал сендер оның қолмен жасаған нәрсесін алып, крандарды қолдап жатсыңдар. Бұл қандай қолдау? Енді мені құрбыма тиісетін болсаңдар, өздерің білесіңдер не болатын. Канеки, қазір ананы қайтып бересіңдер де, ойынды көрмейсіңдер. Сендер жеткілікті көріңдер, бағанадан бері көріп тұрсыңдар. Софияны жылатып, өздерің мәз-мейрам болып тұрсыңдар. Қандай қолдау бұл? Канеки, кетіңдер бол тез. Солай мені Мадина қорғаған болатын. Ананы қара, гол соға алмай қалды. Әне, анаң қара құлайын деп жатыр. Ой, біздің сыныптағы Нұрсұлтан дейтін. Ой. Анаң қара, ұстап қалды. Қарасай. Я, көріп тұрмын. Анаң қара гол соқты. Ой, сен де бір. Әне, біздің сын. Әне, қара. Ой, мұна гол соға алмай қалды. Әне, тағы бір гол соғайын деп жатыр. Төреші барлық қатысқан қатысушыларды жинап алды. Содан кейін кім орын алғанын айтып жатыр. Мінеки балдар, сендер көріп отырсыңдар. Есеп 3-1 болды. Яғни бұл крандар ұтты деген сөз. Енді крандарға осы командиріне берейік. Не айттым ғой, біз аламыз деп. Наны қараңдар, қандай әдем көбік, аллақай. Не қандай күшті көбік. Мен өзім қолдаушыларыма көрсетіп жіберейін. Не қараңдар. Әне қарашы, крандар ұтты. Көрдің бе? Мен қолда көрсетіп едім, олар ұтты. Ананы қара, ол маған өзінің көбігін көрсетіп тұр. Қандай күшті көбігі. Мен қатты қуанып тұрмын. Есеп 3-1. Айттым ғой, біздің сын бәрі жиналмайды деп. Ана қақпада Нұрсұлтан тұрғанынан. Я, сен дұрыс айтасың. Мен толық келісем осы кезде. Достар, егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпайық.